жарты әлемді жаулаған үш ұлы құл. Ол біріншісі Айбек Әмір, Аюбилердің 8-ші сұлтаны. Әс-Салих ел билеген кезде Айбекті әмір, яғни қолбасшы лауазымына тағайындайды. Ол халықтың жадында Айбек әл-Түркмени деген атпен қалады. Айбек сұлтан қолы ашық, жомарт болса да, египеттіктер оны аса жақтыртпаған. 1250-1257 жылдары Египетті басқарған тұсында Аюбилермен шайқасып, жеңгені оны Мысыр билеушісі ретінде абыройын асқақтата түсті. 1257 жылы Лулуға, яғни Мосул әміршісі Бадр ад-Диннің қызына үйленеді. Бұл әрекеті Шаджар ад-Дур ханымды ызаландырады. Осылайша Айбек әл-Түркмени 60 жасында қасақана жасалған қастандықтың кесірінен өмірден өткен. Екіншісі Сұлтан Бейбарыс. Сұлтан Бейбарыс 1223 жылы Дешті Қыпшақ даласында дүниеге келген. Қыпшақ тайпасының Беріш руынан шыққан. Туған жері қазіргі Атырау облысы. Шамамен 1240 жылдары Моңғол шапқыншылығы кезінде 800 дирхамға сатылған. Оны әмір Айдахин Бундуқтари сатып алып, дәстүр бойынша жаңа мәмлүк Бейбарыс әл-Бундуқтари деп атайды. Бейбарыс тек қыпшақ тілінде сөйлеген, ал араб тілдес халықтармен байланыс орнату мақсатында тілмаш жалдаған. Бейбарыс сұлтан Египетті 17 жыл, яғни шамамен 1260-1277 жылдар аралығында билеген. Бейбарыс 1265 жылы Сафатты, 1268 жылы Антиохияны, 1271 жылы Хисн әл-Акратты, ал 1267 жылы Армян Киликиясын азат етті. Мысыр мемлекетінде оған дейін басқа да әміршілер болғанына қарамастан, араб әлемінде Сұлтан Бейбарысты Мысыр мемлекетінің негізін салушы деп санайды. Әйгілі сұлтан билік еткен кезде елдің әлеуметтік-экономикалық жағдайы жақсарған. Бейбарыс сұлтан 1277 жылы Дамаск қаласында өмірден өтіп, Әз-Захария кітапханасы күмбезінің астына жерленді. Шамс ад-Дин Илдигиз. Шамс ад-Дин Илдигиз қазіргі Әзірбайжан мен Иранның солтүстігінде билік еткен түркі илдигистерінің орта ғасырлық мұсылман әулетінің негізін қалаушы. Ол Әзірбайжанның бірінші ұлы атабегі. Шамс ад-Диннің балалық шағы туралы деректер өте аз. Сұлтан Махмұд басқарған кезде сатылған 40 құлдың ішіндегі ең кенжесі Илдигиз болды. Шамс ад-Дин Илдигиз 12-13 ғасырларда Әзірбайжанда, Иранда және Завкавказияның басқа аймақтарында билік еткен Илдигистер әулетінің билеушісі болды. Ол Армян корольдігі мен Грузия сияқты көрші билеушілерге қарсы сәтті жорықта жүргізген әскери қолбасшы және стратег ретінде танымал болды. Оның билігі кезінде Илдигистер әулетінің әлеуметтік, экономикалық жағдайы ілгеріледі және ол әулет тарихта ең елеулі билеушілердің бірі болып қалады.